Ассалаумағалейкум. Армысыздар, санаға сәуленің құрметті көрермендері. Отан отбасынан басталады дейді атам қазақ. Иә, елге пайдасы тиетін, елі үшін еңбек ететін ол қыздар әр отбасынан тәрбиеленіп шығады. Қысқасы олардың қандай болуы, сол отбасының тәрбиесіне байланысты. Сондықтан да балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішеді екен. Сондай-ақ жалпы елдің әрқандай бір халықтың демографиялық өсімі де әр отбасына байланысты. Яғни отбасының тұрақтылығына, көп балалы болуына тіке қатысты ғой, енді одан басқа қалай болу керек енді. Ал өкінішке орай осы жағында семья тұрақтылығы бізде енді жоқтың қасы екен. Керісінше ажырасу салыстырмасы сол көрсеткіш жағынан, кері көрсеткіш жағынан біз әлемде көш бастап тұрған ел екенбіз. Сұмдық енді ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде таралып жүр, көрген боларсыздар. Әлем бойынша біз ажырасу көрсеткішінен екінші орында екенбіз. Не деген масқара. Міне көрдіңіз бе? Ал енді Орта Азиядағы өзімізбен көршілес, мынау Совет одағынан бөліп шыққан елдерден тіпті жағдай бізден төмен деп қаралатын дейтін Қырғызстан 55-ші орында болса, Өзбекстан 80-ші орынға табан тіреген. Ал әлем бойынша жан саны ең көп, кедейлері ең көп ел Индияның өзі 100-ші орыннан кейін тұр. Қараңызшы. Енді біз қалай енді осыған себеп айта аламыз? Иә, билік жеменқор болды. 30 жылдан бері осы бәрін тонап құртып бітті. Қараусыз қалды. Халық кредитке батты. Осы әлеуметтік теңсіздіктен осындай болып жатырмыз деген түрлі себеп айтамыз. Бірақ ол басты себеп емес екен ғой. Мысалы енді Қырғызстан жалпы жері шағын, халқы бізден аз, мемлекеттің жалпы ішкі өндіріс кірімі бізден әлдеқайда төмен. Жалпы әл-ауқаты төмен деп саналатын еді. Көршіміздің Қырғыздың өзі 55-ші орында тұр. Жақсы, 200 елдің ішінде 55-ші орында тұр. Көрдіңіз ба? Өзбекстан 80-ші орында. Сондықтан олар өсіп жатыр. Өзбекстан өзін тәуелсіздік алғаннан бері 2 еселеп үлгерді. Ал Өзбекстанмен жан саны қарайлас болған біз, міне 33 жылда әрең бір 3 миллион қосып, 20 миллионға жеттік деп мақтанамыз ғой енді. Қайдан жетеміз енді? Жылына бір 100 мыңға жетпейтін өсім. Қалай жетуге болады расында? Біз әлемде ажырасудан 2-ші орында тұрмыз. Сұмдық емес пе? Маған айтарға сөзді жоқ енді. Қанша ел кедей болсын, қанша билігі диктатор болсын, өсіп өніп жатқан халықтарды қараңыз енді. Осы қырғыздар бізден керемет пе сонда жаңа жағдайлар, әлеуметтік жағдайы? Өзбектер бізден сондай көш бойы озып кетті ма? Ана Индияның кедей халқы бізден бақытты ма? Ойлаңыздар, сонда біз не жөндеп төсе алмадық қой. Баяғыда орыс соғыс, жау жалам, аттың жал түйенің қомында қазақ өсіп өніп жатты ғой. Ойбай, құрысын соғыс болған, не керек? Балалы болмай тұра тұрайық деген жоқ. Немесе, мынандай алапа соғыс болды деп ажырасқан жоқ. Осындай сұм зар заман соғыста не істейміз деп жаңағы бой жетіп отырған қызын ұзатпай қойған жоқ. Келін түсірмей қойған жоқ. Ол кезде де жаумен жағаласып жүріп, оң жағын қызартып келін түсірді, қызын ұзатты. Жесірлерін қайтты, жылатпады, жетімін қаңғытпады, әмеңгерлікпен қаратты оны, жаңа аға інісін, қайнағасына, қайненісіне дегендей. Сол елден сақтады, сөйтіп міне өсті. 1916 жылғы санақтарда қазақтың жан саны 7 миллионға жеткен.
Совет одағына қарасты елдердің ішінде жан саны ең көп қазақ ұлты болған. Ол кезде өзбектің жан саны небары бір 700-дің айналасы екен, 700 мың. Қырғыздар 180 мың дегендей. Ал енді бізді аяусыз қырды, дұрыс түсінуге болады енді. Ашаршылық қолдан жасалған жаңа геноцид, қуғын сүргін, репрессия деп, содан отан соғысы бар, содан кейін қазақ жерінде ашылық айналып 2 миллион дегені болып болған, көрдіңіз бе? Ал сол 2 миллионнан өсіп жеткені мынау тәуелсіздік алған таңда 6 миллионның үстінде ғана қазақ бар екен. Ал енді шетелден келген миллионның үстінде қандастар бар. Олардың өсімі бар. Осында келіп ұрпақты болып өсіп жатыр. Ол қандастардың ішінде ажырасу салыстырмасы төмен. О жағынан жақсы білеміз біз әрине. Және өсімі де жақсы. Ең азында 3-тен 4-тен бала, әйтпесе 6, 7, 8 дегендей балалы болып отыр. Ауылды жанға, өрісті малға, мектепті балаға толтырды. Жаман емес. Отаншылдық ұрықтары жақсы. Ең бірінші үлесіміз отанға қазақтың санын көбейту деп отыр. О жағынан аянып жатқан жоқ. Ал енді қараңыздар, сонда неғып біз өзбектен соншалық шаң қауып қаламыз? Олар бүгінгі таңда 36 миллионнан асып, 37-ге табан тіреп бара жатыр. Олардың күндік өсімінің өзі 2 мыңдай деді. Қайсы күнгі бір хабарды. Көрдіңіз бе? Сондай күндік өсімі 2100 деді ма? Ал соны есептесеңіз, жылдық өсімінің өзі 700 мыңнан асады. Сонда көрдіңіз бе? 2 жылда олар 1,5 миллион адам қосып отыр. Ал біз не істеп жүрміз? Ал дала алан байтақ жатырды, әлемде 9 орында территория, ең көп тіпті адам аяқ тимеген жер жетеді бізде. Асты-үсті толған байлық дейміз, енді оған не болатын адам керек еді. Міне жоқ. Біз өсім төмен, міне осындай бір бейшара халық болдық. Үйленеді, ұзаққа бармайды, ертеңінде ажырасып жатқандар міне. Жастарда тұрақтылық жоқ, жауапкершілік арқалағысы келмейді. Тіпті үйленгісі келмейтіндер көбейіп жатыр қазір. 40-тан асып кеткен, 40 жыл тартқан қыз жігіттер жетеді. Семьяның жауапкершілігін арқалағысы келмейді. Оның есесін айтып, өзімен ғана өмір сүріп, жаңағы уақыттық некеде болып алған менен тастап мынамен болып өз қалағанша қысқа ғұмырын сөйтіп сүріп өтіп кеткісі келетіндер де жоқ емес. Қалай өсеміз, қалай ел боламыз ағайындар. Ойлаңыздаршы, енді осыған кім кінәлі? Бірыңғай билікті ғана кінәлаймыз ба? Олар сонда бәрі жағдайын жасап тастаса, ашайын осы өсіп өніңдер деп бізге уыстап ақша ұстатып, барлық жұмыстан босатса, сонда өсе аламыз ба? Жоқ. Өсімнің өзі күрес қай заманда болмасын. Өсімнің өзі күрес. Күреспеген ұлт өсе де алмайды екен. Кері кетеді екен ол қашанда. Отандық өндіріс жоқтың қасы. Ең құрығанда бір ұрпақ әкелу. Осы елге, жерге ертең ие болатын ұрпақ әкелу, ол қыз өсіру. Оның өзінің сиқы мынау болды. Ал не дейміз енді? Сонда енді біз шетелден адам бала сатып алу керекпіз ба? Онсыз да барлық нәрсені сатып алып отырмыз. Бүкіл киім, кешек, Қытайдан, мынау өршелдерден барлық дайын тауар сатып алып отырмыз. Қазақстанда өндіріледі дегеннің өзі шетелдерден әкеп құрастырылады болды. Бізден тәзіктен басқа ештеңе өндірілмейді. Өндіріледі дегеннің бәрін жаңағы шетелден әкеліп, материалын әкеп, рулон, содан кесіп, бішіп, тігіп, құрастырып, соны қазақстандық өнімдеп отырмыз. Өзімізден 100% өзімізден шығатын сол ештеңе жоқ. Сүттің өзін Қырғыздан кіргіземіз. Міне осындай ел сүйген ұлтпыз, масыл екенбіз ғой біз. Қараңыз енді, ажырасу деген әлемде 2-ші орында болған ел өсетін ел ма? Жоқ, өшетін ел. Өте масқара, сұмдық, жағаң ұстайтын жағдай.
ұрыс соғыссыз ақ жойылып кететін елдің сыйқы мынау. Ешқандай ұрыс соғыссыз. Мына қартымызбен біздің екінші орында ба, бірінші орында боласың енді ертең күні. Сөйтіп жаңағы құлдырап, кері кетіп одан ары. Анау бүкіл онсыз да ауыл иен қап жатыр ғой қазір. Ауылдың бәрі, мына шалғай ауылдардың бәрі тастап қалаға кетіп жатыр. Қалада майлы шелпек жауып жатқандай. Ауылда ешкім жұмыс жасағысы келмейді. Ауылда біраз малмен айналысатын, пенсияға шыққан шал кемпірдер қалды. Соғыстан кейінгі ауыл сияқты жұтап тұр. Алыстағы ауылды айтпай-ақ қояйық. Мына Алматының бір 50-60 километр шыққаннан кейінгі ауылдардың сыйқы деген жұтап тұр. Ескі. Иә, коммуналный деген жоқтың қасы ол жерде. Жол аспайтын нашар. Қаланың шетінің өзі деген сұмдық қой. Шұрық жол жасалмаған батпақ осы кезде. Мей шабырға батыр. Ауылдың несін сұрайсыз? Ауылды осылай тастап қалаға кетіп үймелеп жатыр. Бүкіл иен қалып жатыр онсыз да. Енді иен жатқан жер жау шақырады. Игермеген жеріңді, жер жетпей отырған ел игереді. Қытайын сыймай отыр. Керек болса Қытай жерді игереді. Ал не істейсің? Өзің игермеген жерді ол игереді. Оған ие болатын жоқ, ұрпақ жоқ. Азайып жатыр. Кері кетіп жатыр. Міне. Осы болды біз. Сонда қалай батырдың, елдің ұрпағымыз осынша ұлан байтақ деген ақ найзаның ұшымен, ақ білектің ұшымен қорғақ болған дейсіз. Мына бейбіт күнде біз немене сонда бір көбейіп өсіп өніп, осы елге ие болатын ұлғызды көбейте алмасақ, несіне мақтанамыз? Неменесіне жетісіп мақтанамыз? Өте ашынатын жағдай шынында. Айтарға сөз де жоқ. Қалай ел боламыз мына сыйқымызбенен? Ел болудың өзі біз үшін бір жай дамымай-ақ қояйықшы, біз қалыпты осы еңбек күші өзіне жеткілікті, осы ұлан байтақ даласын өз қолымен өзі игерген әйтеу, ең құрғанда бидайын салып, жаңа малын бағып, соны игеріп енді басқа дүниесінің бәрін шетелден алса да, әйтеу адам өзінікі осылай отырсақ бір сәр еді ғой, ол да жоқ болып жатыр. Абай атамыз айтпақшы, не жөндеп мал баға алмадың ғой дейді ғой. Жөндеп мал баға алмау былай тұрсын, жөндеп өсе алмай қалдық біз. Абайдың заманында тағы қазақ айтты, 10-дан 15-тен туып өсіп жатты ғой. Өсе алмай қалдық біз. Өсуден де қалдық. Шындық осы ағайындар. Қалай ел боламыз мына түрімізбен? Білмеймін. Мынандай жағдаймен қалай біз көбейіп, мына елге, жерге ие бола қаламыз? Қиын ауыз ашып тұрмыз мына түрімізбен. Ес жинап, ұлғыздарымызға жауапкершілік тәрбиелеп, ертерек үйлендіріп олардың тұрақты семья болуына екі жақ болып үлес қосып, оларды ары қарай бақылап, өзіміз қадағалап, тәрбиемізді беріп, жаңағы семьяның ажырасуының алдын алып осыған ақсақалдары болып, үлкен ата-аналары жалпы бәрі қуыс қиысы болып, әулеттері жұмыс жасап жүрсе, өсіп өнуді ғана басты назарда ұстаса, ел дүрете түсетін еді ғой. Ондай болмай жатыр ғой, керісінше. Айта берсеңіз, мынау енді ішіңді қайнататын жаңа жалпы ғыжыл осы зар-запыран болып кетеден ары қарай айтатын сөзімде жоқ. Ағайындар, енді өздеріңіз көріп жүрген шындық, ойланайық. Осыған қолымыздан келгенше енді бір қарекет қылайық. Ұл-қыздарымызды опалы, өз отбасына адал, отан отбасынан басталады деп, отбасы құндылығын басты орынға қоятын, семьяның тұрақтылығын сақтайтын, өсіп өну басты міндеті санайтын ұл-қыздардан етіп өсірейік. Аман сау болыңыздар.